балалық шағымыз өте қызықты өткен болатын. Aladdin, Mortal Kombat 3 Ultimate, Road Rush, Sonic, Looney Tunes деген ойындар ойнайтынбыз. Ойын істемей қалса картриджді үрлеп спиртпен сүрткен кездер болатын, Sega сынады деген ол миф өтірік болатын. Бұл видеода Segaның тарихын көретін боласыздар. Sega компаниясын 1940 жылы 3 маусымда американдық кәсіпкерлер Мартин Бромли, Ирвин Бромли және Ричард Стюарт құрды. Алғашқы Sega приставкалары олар: CG-1000, Master System, Mega Drive Genesis, Mega Drive 2 Genesis. 1987-88 жылдары Mega Drive Genesis 16 биттік приставка шыққан кезде Nintendo-ға тікелей қарсылас болды, және масштабтық нарық соғысы басталды. (1990 жылдары Sonic деген танымал атақты ойын шығарылды. Sega компаниясын жаңа дәрежеге жеткізді. Sonic кірпішешен ежіктей берейік, ол Segaның талисманы болды, ал Nintendo-да Super Mario болды. Sonic туралы мультисериал, бренд, киім және жарнамалар көп болды, және кинолар шыққан болатын. Көрсеңіздер, лайк басыңыздар және пікір жаз. 1992 жылы Nintendo-дан асып 65% нарықты алып отырды. Nintendo қалама, жоға, оларда 16 биттік жүйедегі Nintendo SNES ойын приставкасын шығарды, және Legend of Zelda және Super Mario бөлімдері, қызықты ойындар Nintendo-ны қайтадан нарықтың бірінші орынға көтерді. Ең алғашқы ойын приставкалар және Apple компьютерлері, Apple Macintosh компьютерлері бір процессорды қолданған, ол процессор Motorola 6830. 1991-92 жылдары Nintendo жауап қайтарады. Портативті Game Boy ойын приставкасын шығарады. Осы приставкасы қолға жеңіл және кішігірім болатын, және картридждары болған. Екі нұсқасы әдемі шыққан және ашылып жабылады. Ал Sega болса Sega приставкасын шығарады. Оның функциялары привод пен компакт дискілерді оқу, караоке және ойындарды, киноларды көруге болады. Және 32-64 биттік түстер қабылдайтын болған. Минусы кабельдер көп және компоненттерге бөлек-бөлек блок питания құрылғысын қосады. 1995 жылы Sega Electronics-ке жаңа қарсылас шықты. Ол Sony компания өзінің Sony PlayStation ойын приставкасын шығарды. Онда CD привод бар, 32 разрядты процессоры бар, 64 биттік түстік жүйесі болды. Және сол уақыттағы үшті ойындар көп болған, және алғашқы 2 күндегі нарықта 2 жылдық ақшалай тираж молынан жауды. Sega болса 1998-ге шейін электроника нарығынан өз орнын жоғалтып алды, қаншама убыткаға ұшырады. Sega CD, Mega Drive Genesis деген ойын приставкаларын шығармайтын болды. Sega 1998-99 жылдары жаңа өнім жасады, ол Dreamcast. Приставкада 128 биттік түстік жүйесі болды. Интернет байланысы болған үшті ойындар. Бұл приставкаға көп үміт аттырды. Нарықта 500 мың құрылғы сатудың орнына 125 мың құрылға сатылды, себебі видеокарта схема процессорлары көп шығарылмады. Сол кездерде 1999-2000 жылдары Sony PS2 нарықта көп сатылып жатқан болатын. Sega компаниясы жауап қайтара алмады. Және сол кездерде Microsoft өз приставкасын Xbox, Nintendo болса Nintendo Switch шығарып жатты. Бірақта Sega'да да жағдай жаман болған жоқ, 1 миллион құрылға Европада көп сатылды. Нарықтарда Sony 50%, Microsoft Xbox 40%, Nintendo болса Nintendo Switch пен 30%, Sega 15% нарықты алып жатты. Segaның жағдайы өте нашар болды, қайтадан финанстық жағдайы нашарлады. Бұл тек ақш пен Жапония нарығында ғана. TMD нарығында 1995 жылдан бастап Sega Mega Drive 2 ойын приставкасы халықтың назарын жаулап алды, және 2004-ке шейін көп сатылды, арасында өтірік копиялары да сатылды. Айтпақшы, Nintendo ойын приставкасы TMD нарығында Dendy ретінде танымал болды. Жапондық Nintendo компаниясының Famicom бейресми көшірмесі Dendy екенін біз білген жоқпыз, ол кезде Шигол еді. Например, знаешь, как отличить настоящую приставку Dendy от поддельной? Нет.
D&D'ді 1992 жылдың аяғынан бастап Stapler компаниясы шығарды. Тайваньда Stapler тапсырысы бойынша Қытайда компоненттер жиналды. Көшірмелер Ресейде және тмд елдерде сатылды. Уақыт өте келе приставкалар Қытайдың Саобор зауытында және Ресейдің Тензор зауытында да жинала бастады. Nintendo-ның талисманы Super Mario'ны пілге ауыстырды және солай жарнама таратты. Бұл ойын 1995 жылы ойын автоматына шығып, кейін үйге арналған приставкаларға шықты. Осы ойын арқылы Sega культ болды. Fatality, Brutality кодтарын достар арқылы білетінбіз, және дәптерге жазбай-ақ сразу жаттайтынбыз. Мысалы, ас вверх, вверх, а вниз әдігінге шейін мида. Mortal Kombat 3 Ultimate'те жаңа приемдар, секреттер, пасхалкалар көп болатын. Flawless victory. Ойында шынайы адамдардың түрлері қолданған, ойын графикасы керемет болған. Бұл ойын Segaға арналған екінші эксклюзивті ойын болған. Міне осындай ойын приставкалар арқылы балалық шағымыз қызықты өтті. Қазірдің өзінде кейбір адамдар телефондарына эмуляторлар орнатып Sega және D&D ойындарын ойнап жүргендер бар. Осымен қызықты видео аяқталған жоқ. Осындай видеоларды жібермеу үшін каналға тіркеліп лайк басып достарына жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған Қазтехногид. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.